Здравствуйте, ребята! У нас сегодня 7 класс, 5 урок. Лексические средства связи предложений в тексте. Мәтіндегі сөйлемдердің бір-бірімен қалай байланысатыны туралы айтатын боламыз. Яғни, предложения в тексте могут сцепляться при помощи лексического повтора, синонимов, антонимов. Мәтіндегі сөйлемдер бір-бірінің, мысалы, былай дейді: список 7 чудес света составляли древние греки. Все чудеса находились или в самой Греции, или в ее колониях. Мына екі сөйлемді бір-бірімен чудеса, яғни бір сөздің екі сөйлемде қайталануы арқылы біз мағынасы арқылы байланыстырып тұрмыз. Ал екінші синоним арқылы байланыстыра аламыз. В лесу я видел зайца. Мен қоянды көрдім. Косой испугался меня и убежал. Косой деген заяц, яғни қоянның синонимі. Яғни бір сөйлемде біз зайцты қолданып тұрмыз, екінші сөйлемде косой деген синонимі арқылы сөйлемдерді байланыстырып тұрмыз. Және антоним арқылы дейді. У природы много друзей. Недругов у нее значительно меньше. Табиғаттың достары өте көп. Дос еместері одан азырақ. Яғни достары, дос еместері деген екі бір-біріне қарама-қарсы сөз арқылы, антонимдер арқылы біз екі сөйлемді байланыстырып тұрмыз. Ары қарай бірінші упражнение 26-шы. Упражнение, первый текст. Прочитайте текст. Назовите ключевые предложения абзацев. Определите способ связи и укажите сцепляющие слова. Мен мағынасын түсіндіріп кетейін. Бірінші және екінші тексттің мағынасын түсіндіремін. Өйткені ол біздің работа в группах деген тапсырмамызға өте қажет. Казахстанские ученые определили 7 наиболее ярких явлений казахской культуры. Ученые придерживались основных критериев. Это должно быть материальный объект, играющий огромную роль в истории народа и не повторяющийся в других регионах планеты. Теперь и у нас появились свои чудеса. 7 чудес Казахстана – это наскальные изображения урочища, Тамгалы, Золотой человек, Домбра, юрта, мавзолей, Ходжа Ахмет Яссауи, наскальные мечети, Маңғыстау, Бәйтерек. Яғни, қазақтың ғалымдары Қазақстанның ішіндегі 7 ең керемет, жеті ғажайып деп айтсақ болады, Қазақстанның 7 ғажайыбын тапты. Яғни, қазақтың мәдениетін дамытқан 7 ғажайып. Олар бұл қазақтың тарихында үлкен рөл атқаратын, басқа мемлекеттерде, басқа жерде ондай қайталанбаған мәдени мұраларды есепке алды. Соларды есептесек, бірінші біз Тамғалыдағы суреттер, алтын адам, домбыра, киіз үй, Ходжа Ахмет Яссауи кесенесі және Маңғыстаудағы тау ішіндегі мешіттер және Бәйтерек. Яғни, бұл біздің 7 ғажайып мәдени мұрамыз. Бұл бірінші тақырып. Екінші тақырып. Прочитайте текст, сөйлемді оқиық. Неге алтын адамды ұрлап кетті дейді. Памятники прошлого – национальное достояние дейді. В Казахстане сохранилось огромное число памятников. К древнейшим памятникам относятся наскальные изображения и уникальные открытые галереи. Они демонстрируют своеобразие творческого гения древних племен Казахстана. В 1957 году археологическая экспедиция 170 километров от Алматы обнаружила странные рисунки.
Специалисты считают, что самые древние иероглифы появились здесь в середине 2000-летия до нашей эры. По рисункам Тамгалы можно прочитать всю историю народности, заселяющих в древности территорию Казахстана дейді. Жаңа айтып кеткенде, Қазақстанда өте көп ескерткіштер бар. Олардың ең көнесі ол тастарға жазылған суреттер. Олар біздің қазақ халқының ескі тарихын көрсеткісі келеді. 1957 жылы Алматыдан 170 километр арда орналасқан ең ескі суреттерді археологтар тауып алды. Олардың ойынша, бұл суреттер біздің екінші мыңжылдықтың ортасында салынған суреттер деп ойлайды. Тамғалдағы суреттерді бүкіл қазақтың еліне қоныстанған әртүрлі ұлттарды көруге болады. Бұл А тексті, енді Б текстін оқиық. Золотой человек из Иссык-Кульского кургана, находки в селе Кеген, памятники Карагаша на реке Сарысу. Золотая диадема из кургана Канаттас, изображения золотых львов из курганов Сарарки позволяют не только реконструировать историческое прошлое, но и дать представление о высочайшем уровне искусства тех времен. Находка золотого человека произвела фурор в научном мире. Для сакско-скифской культуры были характерны царские курганы. Многие из них подверглись разграблению еще в древности. Золотого человека спасло то, что он захоронен был на краю кургана. Золотое шитье на платье золотого человека абсолютно уникально, не встречается ни в одной стране мира. Ал енді алтын адам туралы айтатын болайық. Алтын адам Иссық қорғанындағы Кеген ауылында табылған. Ол оның басындағы диадемасы, яғни қанаттас, ол алтын еді. Және ол алтыннан сондай зергерлік бұйымды жасаған сол заманда қазақ аталарымыз. Яғни ол сол уақыттың қандай шеберліктерін байқатады бізге. Алтын адамның табылуы әлемге бір үлкен резонанс туғызды. Өйткені басқа бұндай алтын адам еш жерде табылмаған. Бірақ көп бұндай алтын адам сияқты әртүрлі мәдени мұраларымыз ұрланып кеткен баяғыда. Өйткені алтын болғандықтан адамдар ұрлап, сатып күн көрген дейді. Ал бұл алтын адамның ұрланбаған себебі өйткені ол қорғанның шетінде көмілген екен, дейді біздің ғалымдар. Ал енді осы екі мәтінді бір-бірімен салыстыру үшін мына работа в группах упражнениесін орындайық. Ребята, балалар, бұл работа в группахтың бірінші варианты. Вариант номер 1. Ал енді түсіндіріп кетейін. Яғни бізде бірінші сұрақ бойынша былай деген: сіз бірінші А мәтінін оқыған кезде определите тему текст. А мәтініне тақырып қойыңыз деген. Мен оған древние памятники деген ат қойдым. Екінші, выпишите 3-4 ключевых слова из текста. А мәтінінен 3-4 сөз ключевые, яғни негізгі ойды білдіретін сөздерді. Мен памятники, наскальные изображения, древние иероглифы, история народности деп жазып қойдым. Үшінші, опишите при помощи каких языковых средств
связаны предложения в тексте А мәтініндегі сөйлемдер қандай тәсілдермен байланысқан? Мен бағана бір айтып кеткенім, мысалы, бір сөздің екі сөйлемде де қолданылуы, яғни бірінші сөйлем екінші сөйлемнің жалғасы екенін көрсетіп тұр. Бірінші сөйлемде біз памятников, екінші сөйлемде памятникке сөзді қолданып тұрмыз. Одан кейін біз әртүрлі айтып шыққаннан кейін барлық әртүрлі нелерді, мысалы, сөз тіркестерін, солардың барлығын они местоимениясы арқылы қолдандық. Және тағы бір сөйлемде археологическая экспедиция осындай жылы тауып алды сол суретті дегенде, келесі сөйлемде ол мамандар, яғни специалисты деп. Осы археологическая экспедицияның ішіне кірген мамандарды біз осы екеуін бір-бірінің жалғасы ретінде көреміз, осылай байланыстыру деп ойлаймыз. Ал енді төртіншісінде тамғалы суреттер туралы не білесіздер дегенде, осы мәтінде бар сөйлемді көшіріп жазды. Это самые древние рисунки, біз жаңа айтып кеткен мәтіннің ішінде бар, бұл өте ескі суреттер. Ол суреттер арқылы Қазақстанның көптеген ұлттары туралы білетін боламыз деп айтып шықтық. Ал енді екінші вариантты жазамын. Дұрыс түсіндіре алдым ба? Қазір екінші вариантты жазып шығамын. Және оны да түсіндіріп өтемін. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ребята, это второй вариант работы в группах. Бізде бұл екінші варианттың сұрақтары қандай болған есімізге түсіріп алайық. Ол бізде бұғанда Б текстіне тақырып қой дейді. Оған біз золотой человек деп тақырып қойдым. Екінші сұрақта 3-4 негізгі ойды білдіретін сөздерді жазып шық деген. Оған мен золотой человек, Иссыкский курган, уникально, фурор в научном мире деп негізгі ой сөздерін жазып шықтым. Үшіншісі, осы Б мәтініндегі сөйлемдерді қалай бір-бірімен байланысқан. Мен бұны былай жаздым: связаны при помощи семантических синонимов золотой человек, находка, курганы, многие из них, яғни местоимение. Бағана айтып кеткенде, бірінші сөйлемде золотой человек деп айтса, екінші сөйлемде находка деп, яғни осы золотой алтын адамның екіншісі находка екенін, яғни екеуі бір сөз туралы айтқанын көрсетіп тұр. Синоним, семантический синоним. Ал бір сөйлемде біз курган деп тұрмыз, ал екінші сөйлемде многие из них, яғни солардың көбі, бұл местоимение арқылы жалғасып тұр. Ал енді төртінші сұрағы Б вариантының бізге алтын адам туралы біз не білеміз? Соны жаз деген. Оған мен известно, что это очень древняя находка. По нему можно судить о скифской культуре, а золотое шитье на платье уникально, такого нет нигде в мире. Мен бұл находканың біздің сақ тайпаларының, қазақ халқының ең керемет находкаларының бірі тапқан туралы. Және бұндай осындай үстіндегі киген киімінің басқа елде ондай жоқтығын көрсетуге болады киімдерінің, Ал енді екі А және Б мәтіндерінің тақырыптары дұрыс қойылды деп ойлайсың ба деген екен. Бір-біріне келе ме? Әрине, бірінші тақырыпта да ескі памятники, не дейді, ескерткіштеріміз де, біздің мына алтын адамымыз да, екеуі де Қазақстанның ұлттық мәдени мұрасы екендігін білеміз. Сондықтан екеуінің де бір-бірінің мағынасы келеді деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.